Баршаңызға қайырлы күн, миллионер оқырмандар. Бүгін сіздермен ақша шақыратын гүлдер туралы сөйлесеміз. Ақша шақыратын гүлдер сіздің үйіңізде бар ма? Ақша шақырады дегенге сенесіз бе жалпы? Қазір осы ақша шақыратын гүлдер туралы сіздерге толықтай айтып беремін. Ал ендеше бастайық. Біздің бірінші гүліміз ақша гүлі. Суретте көріп отырған гүлдеріңіз, яғни бұны жасаң шөп деп те атайды. Бұл гүлдің ақшаны магнитше тартатын ерекше қабілеті бар. Аталмыш бөлме өсімдігі үйге ақша, байлық әкеліп мансабыңызды жоғарылатуға көмектеседі. Өсімдіктің қасиетін арттыру үшін оны қызыл түсті ыдысқа отырғызып, түбіне тиын тастап қойыңыз. Біздің екінші гүліміз атауы драцена. Суретте көріп отырған гүлдеріңіз ақша шақыратын гүл. Бұл өсімдік нағыз ғажайыптарды жасайды. Шаңырағыңызға тек қаржылық тұрақтылық қана емес, денсаулық пен берекені ала келеді. Егер оның иесі қаржылық жағдайының жақсы болғанын қаласа, онда гүлдің 5 сабағы болуын бақылаған жөн. Одан бөлек өсімдікті оңтүстік-шығысқа, оңтүстік немесе шығысқа қарайтын етіп орналастыру керек. Біздің келесі ақша шақыратын гүліміз лимон ағашы. Лимон ағашы десе бізде көз алдымызға миллиондар елестейді. Өзі миллионды біз лимонмен теңестіреміз. Ал енді лимон ағашы туралы ақпаратты бере өтейін. Ерте заманнан бері бұл бөлме гүлінің сиқырлы күші бар. Лимон ағашы кіріс әкелетінін қаласаңыз, онда оның жапырақтарын күн сайын сүртіп тазалаған абзал. Бұл гүл тек ақша емес, сәттілікті де әкеледі. Лимонның қуатын арттыру үшін оны отырғызған соң пайда болған ақшаның бір бөлігін мұқтаж жандарға беру керек. Құрметті миллионер оқырмандар, сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Төменге өзіңіз гүл өсіресіз бе? Сізде қандай пайдалы осы ақша шақыратын гүлдер бар? Соны жаза етіңіздер. Баршаңызға сәттілік.